Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз Кока-кола туралы болмақ. Әлеуметтік желі белсенділері көшедегі билбордқа қойылған Кока-кола жарнамасына шүйлікті. Ет жегеннен кейін газдалған сусын ішуге шақыратын жарнама өте ауыр зардаптарға әкеледі дейді олар. Осы тұста біз сіздермен нутрициолог маманның ойымен бөліскіміз келді. Желі қолданушылары билбордқа қойылған үйге әр қашанда жақын, дәмді бешбармақ, мұзды Кока-кола деп жазылған жарнаманың өте қауіпті екенін айтады. Олардың сөзінше, газды сусындарды ішу салдарынан бүйрекке тас жиналады. Нутрициолог маманның сөзінше, Кока-кола сынды сусындардың құрамында газ өте көп болғандықтан, олар ішті кептіреді. Адамдардың көбі тамақтан кейін газдалған сусын ішу еттің немесе майлы тамақтың қорытылуына көмектеседі деп ойлайды. Керісінше, оның зияны көбірек. Газды сусын кальций, темір сынды минералдарды шайып кетеді. Ағзаға қажет пайдалы элементтердің бәрі ыдырайды. Сондай-ақ оның құрамында қант көп, салдарынан адам қант диабетіне ұшырауы мүмкін. Сонымен қатар, салқын сусынды іште жылыту үшін асқазан көбірек энергия жұмсайды. Оның түк те пайдасы жоқ. Маман оның орнына тамақтан кейін сорпа немесе қымыз ішуді кеңес етеді. Ет коласыз-ақ өз бетімен қорытылады. Бірақ тамақтан кейін асқазанда ауырлық сезсеңіз, сорпа ішкен жөн. Сорпаға құрт пен айран қосуға болады. Сондай-ақ, қазақтар бұрын еттен кейін қымыз ішетін. Себебі ол ауыр тамақты тез ыдыратып, қорытуға көмектеседі, деді диетолог. Айта кетсек, коланың құрамында фосфор қышқылы болғандықтан, ол бүйректе тас жиналуға әсер етеді. Соның салдарынан зәр шығару жүйесінде өзгерістер пайда болады. Дүниежүзілік денсаулықты зерттеу ұйымының 20 жыл бойы жүргізілген зерттеуіне 3000-нан астам әйел қатысқан болатын. Гарвард медициналық мектебінің денсаулық ғылымдарының ассистенті, әйелдер ауруханасының дәрігері доктор Джули Линнің айтуынша, бастапқыда әйелдердің ешқайсысының бүйрегінде мәселе болмаған. Алайда, күнде газдалған сусынды ішкен әйелдерде бүйрек қызметі 30%-ға төмендеген екен. Мұнымен қоса, фильтрация жылдамдығы бұзылған. Осы орайда достар, сіздермен Кока-коланы өте көп мөлшерде тұтынған бір адамның өмірлік оқиғасымен бөліскіміз келіп отыр. Ұлыбританиялық Донна Ганнер газды сусындарды шамадан тыс пайдалану неге әкеліп соқтыратынын тексеріп көрмекші болған. Ол 20 жыл бойы күн сайын 30 құты Кока-кола ішкен. Әйел осылайша күн сайын 1 килограмм қант пен 4170 калория тұтынып отырған. Аптасына шамамен 70 литр газды сусын ішкен екен. 20 жылдың ішінде Донна Ганнер $70,000 жуық қаржысын сусынға жұмсаған. Коланы ішкен уақыт ішінде британиялық 54-ші өлшемге дейін толып кеткен. Тәттінің салдарынан қант диабетінің 2-ші типіне шалдыққан. Осы жағдайдан кейін Донна спортзалға жазылып, коланы ішуді тоқтатады. Өзгерісте өзін көп күткізген жоқ. Британиялық өзінің бұрынғы 44-ші өлшеміне қайта оралды. Қазір ол сонша ақшаны саяхаттауға емес, газды сусынға жұмсағанына өкініп жүр. Осымен достар, бүгінгі тақырыбымыз сізге пайдалы болды деген ойдамыз. Коланы тұтыну және оның салдары туралы ойланғаныңыз жөн. Ал видео астында өзіңіздің күніне қанша кола ішетініңізбен бөлісе отырыңыз. Осыған ұқсас басқа да қызықты видеоларды каналымыздан көріңіздер. Келесі кездескенше достар.